Кешіріңдер. Ой, бля. Өзбекстан. Енді бұл жерде менің боқтағаным ғана видеоға түспағанда, как будто бір мен кінәлі сияқтымда бұл жерде. Сәлем достар, сіздермен бірге Куба и бүгін көретіндеріңіз. Көріп отырғандарыңыздай, Сампо өзбек елін боқтаған үшін қазір кешірім сұрап жатыр. Мен ойлаймын да, Сампо да кешірім сұрап отыр екен, неге осы ана қыз қазақ халқынан тоже кешірім сұрамай жатқан. Бұл жерде бір түсінбеушілік болды. Анадам Қазақстанға тіл тигізді, и потом мен де шықтым. Всем ассаляму-алейкум, қазақ бауырлар, өзбек бауырлар, қырғыз бауырлар. Бауырлар, бұл жерде бір түсінбеушілік болды. Сіздерге толығырақ айта кетейін. Бұл жағдай эфирде болған жағдай да, эфирде болған жағдай. Енді жер тұрмаса шөптің басы қимылдамайды демекші, бауырлар, мен өзімнен өзім естен боқтап. Тем более мұсылман ел, Өзбекстан мұсылман ел. Бізден мұсылманбыз, әлхамдулиллах, олар да мұсылман ел. Мен өз басым нацизм адам емеспін, ұлтты ұлтқа бөлмеймін өз басым. Тем более мұсылман ел, мұсылманды мен бөлмеймін, достар, былайына келгенде. Менің ол жақта да туысқандарым бар, ағайын бауырларым бар дегенде не істеймін мен боқтап. Бұл жерде бір түсінбеушілік болды. Анадам Қазақстанға тіл тигізді, и потом мен де шықтым. Сол кезде 3000 адам, 3000 қазақ отты менің эфирімде, 3000 қазақ отты. Астына жазды маған, жаман жазды маған прям. Ей, сүмелек, надан, оңбаған, ұялмайсың ба? Қазақстанға нағып сен тіл тигізді болсын, оңбаған деп маған қаншама эфирдің астына сөздер келді. Мен оқыдым да шыдай алмадым. Менің де аузымнан сөз шығып кетті. Ренжімеңіздер, өзбек ағайындар. Шығып кетті сөз аузымнан. Мені қаншама қазақ жеді сөзден. Нағып сен бүйтесің, оңбаған, нағып сен тіл тигізді болсын Қазақстанға деп. Потом сен оқыдың да мен де шыдай алмай аузымнан шығып кетті. Мен де айтып жедім. Сіздер дұрыс жағынан түсініңіздер ағайындар. Сосын мен айтайын, неге мен бірінші кешірім сұрадым? Маған айтады, егер сен кінәлі болсаң, сен бірінші кешірім сұрамайтын деп маған айтты бәрі ше. Енді сіздерге жауап беріп өтейін бұл жайында. Енді бұл жерде менің боқтағаным ғана видеоға түспағанда, как будто бір мен кінәлі сияқтымда, бұл жерде мен Өзбекстанды бірінші боқтап тұрған сияқты болып қалдым. Как будто мен кінәлі сияқты болып қалдым деп достар. Ал анадамның боқтағаны видеоға түспеген, именно мен түсіп қалғасын, амал жоқ дедім да, мен де сұрай салдым бірінші кешірім достар. Жақсы жағынан, дұрыс жағынан. Өзбек ағайындар, кешіріңіздер, дұрыс жағынан түсініңіздер. Қазақ бауырлар, кешіріңіздер, дұрыс жағынан түсініңіздер бәріңіз. Всем ассаляму-алейкум. Всем удачи, ағайындар. Көріп отырғандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басуды ұмытпаймыз достар. Бұл туралы не ойлайтындарыңызды комментарияда күтемін. Сау болыңыздар.